Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздермен ханым кей жерлерде орама деп айтып жатады. Осы тағамның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұның фаршын еттен жасаса болады, немесе асқабақтан жасауға болады. Мен асқабақтан жасадым. Алдымен қамырын илеп аламыз. Ол үшін бір жұмыртқа, бір кесе су және жарты шай қасық ас тұзын саламыз. Бұл бір зуала қамыр үшін, және де қамырымызды жақсылап илеп қоямыз. Қамырды жарты сағат немесе одан да көп уақыт бұрын илеп қойсақ жақсы. Содан соң фаршымызды дайындаймыз. Сиырдың немесе қойдың іш майын майдалап көрсетілгендей тураймыз. Содан соң пиязымызды және асқабағымызды ашып жуып, оны теркадан өткізіп аламыз. Пиязды майдалап турауға да болады. Асқабақты да негізінен турауға болады. Мен теркадан өткіздім. Және де іш майымызды қосып, оған бұрышымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң дайын қамырымызды жайып, оны бетін жақсылап майлаймыз. Бетін майлап болған соң оған фаршымызды салып, біз шетінен бастап ораймыз. Ортасынан, бір золаның ортасынан бір бөлуге болады. Жақсылап ораған соң біз оны листке астын майлап орналастырамыз, және де бетінде майлап, біз оны 40-45 минутқа буға пісіріп аламыз. Содан соң біздің тағамымыз дайын болады. Сіз де жасап көріңіз. Ұнаса комментарий жазып, маған тіркеліңіз, лайк басыңыз. Сізге ас болсын.